Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 14-ші параграф мұхиттардың зерттелуі. Негізі бізді географиялық қабықтарды білесіңдер, соның біреуі гидросфера. Гидро деген су, сфера деген шар. Яғни су алып жататын қабықты гидросфера деп атаймыз. Қандай сулар? Мұхит, өзен, батпақтың суы, жер асты суы, көлдер, бұлардың барлықтары гидросфераны құрайды. Ал енді бұлар біздің планетадағы, біздің жер планетамыздағы барлық сулардың жиынтығы. Судың негізгі қоры, яғни 97%-ын мұхит пен теңіз сулары алып жатады. Олар бірігіп дүниежүзілік мұхитты құрайды. Сонда бізде қанша мұхит бар, балар? 4 мұхит бар. Әрбір мұхиттың өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың атаулары өздерінің географиялық сипатына сәйкес келе бермейді. Енді осы мұхиттарға тоқталып өтейік. Ең бірінші Үнді мұхитынан бастайық. Үнді мұхиты туралы жазбалар Васко да Гаманың еңбектерінде кездеседі. Ал ең бірінші Джеймс Кук ең бірінші болып Үнді мұхитының тереңдігін өлшейді. Ол тереңдігін өлшеген кезде лотпен өлшейді. Ол лот дегеніміз не? Ол арқан. Арқаның ұшында ауыр зат бар. Осы ауыр жүк бар. Сол арқанды суға жібереді. Сол кезде қай жерге шейін жетсе, солай өлшенеді. Ал қазіргі кезде біз лотпен өлшемейміз тереңдікті. Қазіргі кезде біз эхолотпен өлшейміз. Эхолот дегеніміз не? Бұл кемеден эхолот арқылы арнайы дыбыс жіберіледі. Дыбыс теңіз табанына барып шағылады да кері қайтады. Осы уақытта аралығын есептеу арқылы тереңдікті табамыз. Дыбыстың судағы жылдамдығы 1500 метр секунд. Ал енді Үнді мұхитының ауданы 76,8 миллион квадрат километр, орташа тереңдігі 3711 метр. Екінші мұхитқа қарайық. Екінші мұхитты біз Тынық мұхиты деп атаймыз. Қандай мұхит деп атаймыз, балар? Тынық мұхиты дейміз. Тынық мұхиты адамзат жазуды, сызуды білмеген кезде сипатталған мұхиттардың біреуі. Тынық мұхитының шығыс жағалауына жеткен алғашқы еуропалық ол Васко Бальбоа деп аталатын кісі болған. Ол өзі ең бірінші осы Тынық мұхитын оңтүстік теңіз деп атаған. Ал 1520 жылы 28 қараша күні Фернанд Магеллан алғаш болып мұхитқа шығады. Сөйтеді мұхитты отты жер аралын Филиппин аралына дейін 3 ай 20 күнде кесіп өтеді. Сол кезде Магеллан осы Тынық мұхитын кесіп өткен кезде ешқандай мұхитта шторм, яғни ауа райы бір қалыпты болады, шторм болмайды, алып толқындар болмайды. Сондықтан бұл мұхитты Магеллан Тынық мұхиты деп атаған. Бұл мұхиттың ауданы 178,6 миллион квадрат километр, орташа тереңдігі 3976 метр. Бұл жерде Тынық мұхитында ең терең шұңғыма бар. Мариан шұңғымасы осы мұхитта кездеседі. Бұл мұхит ең үлкен, ең терең, ең жылы мұхит болып табылады. Енді солтүстік мұзды мұхит. Солтүстік мұзды мұхит, балар, бұның табиғаты өте қатал. Себебі бұл өте салқын және ең кіші мұхит болып табылады. Қандай мұхит деп аталады? Солтүстік мұзды мұхит деп аталады. Ағылшын зерттеушілері Торна мен Гудзон деген кісі солтүстік полюсқа жасаған саяхаты, осы екі кісі саяхат жасайды, соның саяхаттары сәтсіз болады. Бұл мұхиттың ауданы 14,8 миллион квадрат километр, орташа тереңдігі 1225 метр. Сонда ең кіші мұхит болып тұр, қарып, ауданға тереңдікке қарасыңдар, және ең салқын мұхит болып тұр. Одан кейінгі мұхит ол Атлант мұхиты. Атлант мұхиты деген сөзді білесіңдер ғой, қандай мұхит екен? Атлант мұхиты. Атлант деген терминді ежелгі тарихшы Геродоттың еңбектерінде көруге болады. Онымен бірге Эратос пен Киренскийдің еңбектеріне, үлкен Плинийдің еңбектерінде де Атлант деген сөз кездеседі. Атлант мұхитын ең бірінші болып кесіп өткендер олар викингтер болған. А викинг
деген ол кезде кімдер еді? Викинг дегеніміз қойнаулар мен шығанақтарда жасырынып шабуыл жасайтын теңіз қарақшылары. Осыларды викингтер деп атаған. Осы викингтер ең бірінші алғашқы Атлант мұхитын кесіп өткен викингтер болды. Енді бұл Үндістанға баратын жұлдыз деген кезде Христофор Колумб та бұл мұхитты кесіп өткен балар. Атлант мұхитын кесіп өткен. Ауданы 91,7 миллион квадрат километр, орташа тереңдігі 3597 метр. Міне қазір кезде біздің жер бетінде сонымен қанша мұхит бар балар? 4 мұхит бар. Үнді мұхиты, Атлант мұхиты, Тынық мұхиты, солтүстік мұзды мұхит. Ең үлкен мұхит ол қайсысы? Тынық мұхиты. Ал Атлант мұхиты бізде ауданы бойынша екінші, тереңдігі бойынша үшінші мұхит болып табылады. Міне балалар, бүгін біз мұхиттармен таныстық. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.